Трендел сайтын қазақша немесе орысша өзімізге түсінікті тілде қалай қарауға болады, соны көрсетейін. Google-ға кіреміз. Мына жерге trendel.com деп жазамыз. Ағылшынша жазамыз. trendel.com деп. Міне, trendel.com дегенді басамыз. Міне, осылай ашылады. Қазір мен мен уже қойып қойғанмын. Сіздерде шықса, міне астында турецкий болып тұрады ғой, міне осылай. Соны міне казахский деп переводтап алуға болады. Немесе өзіңіз қалаған кез келген тілге аударып алуға болады. Міне, другие языкиді басып, мына жерде орысшаға қойып алуға да болады. Чтоб жаңағы описаниесін, отзывтарын бәрін түсінікті тілде оқу үшін өзіңізге қазақ тілі түсінікті ма, орыс тілі түсінікті ма қойып алсаңыз болады. Мысалға, міне мына жоғарыда меню деп тұр. Менюді бассаңыз, мына жерде міне женщина, мужчина, қандай, мынау категориялары барлығы. Категориялары шығады. Мысалға, қазақшаға қойып көрейік. Қазақшаға қойсақ та, міне категориялардың бәрі қазақша шығады. Мысалға, әйел дегенді басып, киім ба, аяқ киім ба, сумке ма, міне бәрін қарауға болады. Мысалы, сумке дейді, иық сумкесі. Міне кез келген біреуін ашамын. Міне шака дейді. Болжалды жеткізілім 2 күнде, яғни каргоның складына 2 күнде жеткізеді. Түстері дейді, өнім туралы ақпарат. Осының бәрі біз қазір түркше қарап жүріп, переводчикке қойып аударып, осылай қарап алуға болады. Отзывтарын қарау үшін аяқта бағалау дегенді басып қараймыз. Неке басында маған ұнады, қолданғанымда сапасы екен көрдім. Тігістері ашылып жылтырды. Мен 3 түсті сатып алдым дейді, міне. Бір ғана звездочка қойған. Бұл өз бағасына өте жақсы өнім, тренделға рахмет дейді. Міне осы жерде нелерін оқып қарауға болады, отзывтарын. Осылай, бірақ бұл жерден біз сатып ала алмаймыз. Сатып алғанда кәдімгі приложениеге кіріп сатып аламыз түркшеді. Жаңа қалаған затыңызды осы жерде қарап, таңдап, отзывтарын бәрін оқып алып барып, приложениеге барып, сол затты тауып сатып алсаңыз болады.